Досым, бүгінше тағы да картаға барайық, қалай қарайсың? Нормально қарайым, барсақ барайық. Димаш? Жақсы өзі? Çoğda mı ne жаңалық болатыр? Жаңалық болғанда. Жаңа досым. Қуаныш. Димаш, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Айтпақшы, Димаш, кеше қайда болдың сен? Кеше үйде жатып, ойландым. Нені? Картаның дұрыс емес екенін. Қалай карта дұрыс емес? Дұрыс, ода. Ақшан қиналмай табасың. Я, міне. Сендерге мен жаным ашиды. Жаның ашмай қойсын. Бармайсың ба? Өзіңмен жүре бер. Let me get deep in your mind, all up inside of your brain, huh? Не істеп жатсыңдар? I got my eyes on the prize, so it ain't gonna get away. I got something on my mind. Не істеп жатыр? Төбелесіп жатыр ма не? They're all the same, filled up with shame, give others the blame for all of their pain, while they just complain, they drive me insane. I wanna play a game. Нолгымда? Не тірлік мынау? Яқ төбелесіп жатсыңдар. Бір қазақтың балалары емессіңдер ма? Не үшін төбелесіп жатсыңдар? Күштерің тасып баратса, спортқа қатыспайсыңдар ма? Кетке, бар қойш. Біздің тренер қашан келеді екен? Біз қайдан білеміз? Күтіп отқанымызға біраз болды ғой. Давай ағай келгенше өткізіп. Давай, Ту, қойындаршы. Бір жерлеріңді ауыртып аласыңдар. Қазір тренер ұрсады. Уайымдама, біздің еш жеріміз ауырмайды. Кел. Тұрыңдар, не істеп жатсыңдар? Айттым мен сендерге. Келеді деп. Қатты босанысмаңдар. Бүгін бізге екі жаңадан спортсмен келді. Бұл жақсы нәтиже. Енді өздерін таныстырыңдар. Атың кім? Құрбанәлі. Ең аты Захар. Атың кім? Димаш. Ең аты Захар. Бұл емес таныс қой. Атың кім? Құрбанәлі. Мен атым Еркін. Кім? Димаш. Мен атым Еркін. Сәлем. Ал ендеше таныс болсаңдар, жаттығуды бастайық. Çabuk eкен ғой. Кеттік. Ертең келеміз. Қалай ойлайсың? Бүгін аналар келді ме екен? Келмей қайда барады? Әрине келеді. Бүгін неге ойнамадық? Күнмеге ойнай берсек, шарамыз сәл ашықсын. Мүмкін солай да дұрыс болар. Келесі ойында жеңеміз бе? Әлде жеңілеміз бе? Бірінші, оларға жақсы қол құрап берейік. Өзімізге одан да жақсы қол құраймыз. Жақсы қолды кімге қараймыз? Ал одан да жақсы қолды кімге қараймыз? Оны сол кезде көре жатармыз. Онда келесі ойында оларға барлық дүние-мүлік ақша таусылғанша ойнайық деп айтайық. Олар міндетті түрде келіседі. Жігіттер, келесі ойынға жолыққанша.